Сәлем достар, бұл мен Дулат. Мен бүгін сіздермен Майнкрафт ойнайтын боламын. Ал ендеше Майнкрафтты кеттік. Қазір Майнкрафт қосылғанда айтатын боламын. Күте тұрыңыздар сіздер. Ал мен бастайтын боламын. Мен бүгін хайптағы выживание ойнайтын боламын. Бұл выживанияда ешнәрсе щитта қолданылмаған. Ал ендеше кеттік. Бұл деген щит ешнәрсені осыған спайшын сразу мир ашқанда сразу игратты басып кету деген. Ондай, мынау біздің кішігіріміз үйіміз. Қазір тым бопты ма, қарай салайын. Тым бопты ғой достар. Қазір біз шығатын боламыз. Мен бұл үйді өзім соқтым. Бұл үй жасырын үй. Қараңыздар. Бұны біз өзіміз жасап алдық. Қараңыздар, ішін сәндеп. Сыртына бүйтіп землі қоя салуына да болады. Мен қоя салайын. Қазір мен сөйте салайын. Міне. Енді білінбей тұрады деген ойдамын. Міне біреу келе жатқанда, міне бужникте өтіп кетуі мүмкін. Ал мынау үйді шын үйді ойлап қалуы мүмкін. Қараңыздар достар. Қазір мен сіздерге сюрприз көрсетемін. Көздеріңізді жұмыңыздар. Ішкен санаңызды ашыңыз. 1, 2, 3. Қараңыздар достар. Мен 3 алмас таптым. Шахтадан 3 алмас, 30 железо таптым. Мен соларды бүгін пісіретін боламын. Деген ол жағыны печкаға жандырып қой мен. Қазір мен. Достар, не істесем болады мен? Кирка алайын ба, қылыш алайын ба, топыр алайын ба, мотыга алайын ба? Жар қылыш ала салайық. Қылыш керек қой, кирка бар. Керек емес. Сондықтан мен қылыш алдым да бір лопата ала салайын. Артығы мен қақпаса. Ал енді мен осы отқа қоятын боламын. Менде 20 уголь. Және мынаған 11 толтырайық. Ал енді бәріне бөліп салатын боламыз. Біріншісінде железо. Екіншісінде қандай тамақ? Сөп, мынаны пісіретін пісірейік. Астынан осына. Шетіне осына. Міне, печка көп болған арқасынан олай бәрін пісіре алатын боламыз бізде. Алмазный лопата маған ұнап тұр. Бұл үй жасырын. Бұл үйде сіздер еш нәрседен қорықпайтын боласыздар. Егер зомби кіріп кетсе, егерде есікті ашып бүйтіп ұрып тастауыңызға болады. Ұрып тастап болмаса есікті ашып лава қоя салсаңыз болады. Лава қайттан алып аламыз. Жандырып жіберсек те болады. Біз енді бұдан не істейтін боламыз? Біз бір механизм жасайтын боламыз. Ол мына осындай болады. Қараңыздар. Осы жерге. Ай, қазір. Елесіп кеттім. Энергия не ғой? Бужник бар ма екен менде? Диодты қояйық. Андезит қоямыз. Екеу бар екен. Екеу. Ай, қап қарсақ. Менде черный жер. Мұны жанбайды деген ойдамын.
ведро алатын боламыз. Nereye koyatım bolam. İçine mına жерге baba. Неге болмай жатыр? Қап-қарсақ достар, біз мынаны сындыра аламын екенбіз. Ана, сыйранды сындыр. Бұл телесіне кирка, сен мықтысың. Алмазын киркадан қақ боласың ба? Алмазын кирка уже сындырып қоятын еді. Достар, сындырдық. Бірақ анада бізде шыққан жоқ. Жота шыққан жоқ. Жақын жерде жаба салдық. Свекла. Мен жеке ферма, өзіме бір ферма істеген болып тұр да. Менде ведро бар. Смена жинап келем қазір достар. Қап-қарсақ достар кетті. Мен сіздерге смена жинаудың ең оңай тәсілін көрсетейін. Сіздер барасыздар да. Алып кетейік. Опа. Анамын. Осындай жерге барып, міне қараңыздар. Суда ағызасыздар да, қайтан аласыз. Аласыз. Өзде смена бар, жиналады. Уже бізде смена бар. Шерсть керек емес. Смена. Осылай сіздер сменаңыз оп-оңай жинауларыңызға болады. Көрдіңіздер ма? Мына осындай көп жерге барып, суды тек қана азық қосаңыздар, бұл көп жиналады. Жиналасыздар, ана жерге ағызасыздар. Тағы да аласыздар да. Қазір алмай қойық, сменаларымыз жинап алайық. Мына жерде өте көп екен. Көрдіңіздер ма? Ал достар, сау болыңыздар. Мен осымен аяқтайтын боламын. Сіздерге хайптық видеоны ұнады деп ойлаймын. Ой, тағы да шерсть шықты ма? Ал достар, сау болыңыздар.